Қайырлы күн, баршаңызға сәлем. Бүгін мен каналымда осындай капкейктар кекс пісіретін боламыз. Менің каналыма тіркеліп кетіңіздер. Ең алдымен бізге керек өнім ол жұмыртқа. 3 жұмыртқамызды қосып, және үстіне шекер салып, толықтай шекеріміз ерігенше миксерлеп аламыз. Одан кейін бізге ерітілген майымыз бен сүтімізді қосып, тағы да миксерлеп аламыз. Ендігі бізге керегі ас содасы және де ұн, екеуін осылай аз мөлшерден қоса отырып, тестімізді миксерлейміз. Мінекей біздің тестіміз дайын болды. Енді оны арнайы кекс пісіруге арналған силиконовый осындай гүл тәріздес формаларға құйып шығамыз. Начинка қосуларыңызға болады. Начинка өзіңіздің талғамыңызға байланысты. Мысалы, изюм қосуға болады, әркім қалағаныңызды қосуларыңызға болады. Менде изюм болмады, үйде мен нутелла мен сгущенканы жасадым. Осылай начинкаларымыздың бетін жабатындай етіп, тестімізді құйып, қызып тұрған пеште 180 градуста 30 минутқа пісіріп алатын боламыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер, ас болсын.